Бала күнімізден бері жақсы көретін мультфильм ол әрине Том мен Джерри. Күлкілі сәттер, қуған мен қашқан, шелекпен ұрып, үстелдің астына тығылып қалу бәрі есімізде. Бірақ бұл мультфильмде біртүрлі, тіпті қорқыныш сәттерде бар екенін байқадыңыз ба? Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанус арнасы. Басылама жатып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі видеоны басламай тұрып, сіздерге өте қызықты канал ұсынғым кеп тұр. Жоламан Юсуф арнасы. Бұл каналда Майнкрафттың қызықты әлемдері, карпакингтің нағыз трюктары бар. Біз енді сол каналды 100 жазылушыға жеткізуіміз керек. Барып тіркеліп кет, Жоламанға қуаныш сыйлайық. Сілтеме сипаттамада. Дәл осындай жарнама жасап берем достар. Сол үшін осы нөмерге жазыңыздар. Сіздерге де жарнама жасап беремін, егер сіз итойыр болсаңыз. Достар, онда өзіңізді бірге шай, печенье алып осы видеоны көріңіз. Онда біз бастаймыз. Достар, ең бірінші арнаға жазылуды ұмытып кетпе. Арнаға жазылдың ба? Жазылдыған шығарсың, иә. Онда бастайық. Точно жазылдың ба? Жарайды, бастайық. Жота сенбей тұрмын. 1, 2, 3 жазылдың ба? Молодец, бастайық. Том мен Джерри. Бұл мультфильм туралы естіген кез келген бала бірден күлімдеп кететіні рас. Мысықпен тышқан ешқашан бітпейтін шайқасы, күлкілі қуғын сүргін, шелекпен ұру, ыдыспен бастан ұру бәрі де біздің балалық шағымыздың бір бөлігіне де айналды. Бірақ тереңірек үңілсек, бұл мультфильмде жай ғана әзіл емес, тіпті кейде қорқынышты, тылсымға толы сәттерде бар екенін байқаймыз. Томның есіне таңған сәті. Мультфильмнің бір бөлімінде Том жынды мысыққа айналады. Оның көзі оттай жанады, түрі өзгереді, тіпті жүрісі қорқынышты болады. Бұл бөлім күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ кей көрермендер үшін бұл шынайы қорқынышты көрініске айналады. Себебі бұл сәт Томның психологиялық күйзелісіне көрсеткендей. Ол енді жай мысық емес, ашуға булыққан, естен айырылған жануар. Осындай эпизодтар бізге мультфильм авторлар кейде шынайы адамның ішкі бәлеміне көрсетуге тырысқанын білдіреді. Джерридің елеске айналуы. Тағы бір бөлімде Джерри қайтыс болғандай болады. Оны ақ періште артынан еріп кетеді. Джерридің жаны денесіне бөлініп, аспанға ұшып бара жатқанын көріп, көрермен еріксіз ойланады. Бұл не, шынымен ол өлді ме? Бұл жай ғана Томның елесі ме? Бұл көрініс кішкентай балалар үшін тіпті түсініксіз, ал кей үлкендер үшін өте әсерлі. Бұл бөлімде өлім, жан, аржыдан сияқты үлкен ұғымдар мультфильм арқылы жеңіл көрсетілгендей әсер қалдырады. Қара мысықтың қарғысы. Басқа бір эпизодта үйге жұмбақ қара мысық келеді. Ол ештеңе сөйлемейді, бірақ әрдайым Томның соңынан ереді. Оның көз қарасы суық, қозғалысы тыныш, өзі сыздықтап жүреді. Бұл көріністер нағыз қорқынышты фильмдегі кейіпкерге ұқсайды. Кейбір көрермендер бұл қара мысықты өлім символы немесе қарғыс деп санайды. Бұл бөлімде музыка, баяу, үнсіздік көп. Мұның бәрі мультфильмге ерекше ауыр атмосфера береді. Оны көріп отырып, бала болсан да бойын мұздап кетеді. Тозақ пен жұмақ эпизодтары. Бірнеше эпизодта Том немесе Джерри өліп, жұмаққа не тозаққа кететіндей болып бейнелейді. Кейбір көрермендер мұны жай фантазия дейді. Бірақ мұндай көріністер балалардың ойлануына, өмір мен өлім жайлы түсінігіне әсер етуі мүмкін. Бір көріністе Том пойыздың астына түсіп, кейін тозаққа кетіп бара жатады. Мұнда от, жалын, қараңғылық бәрі шынайы бейнеленген. Мұндай сәттерді көріп, бала өздігінен ойлана бастайды. Жақсы болсам жұмаққа, жаман болсам тозаққа түссем бе деген сияқты. Қарапайым күлкінің артына жатқан мағына. Том мен Джерри мультфильмі бізге күлкі сыйлайды, бірақ сонымен бірге ол бізге өмірдің қараңғы жақтарында сәл ғана көрсетіп кетеді. Бұл мультфильмде достықта, сатқындықта, өлімде, жындануда бар. Осы арқылы авторлар кішкентай көрермендерді ойлануға, сезінуге, өмірді терең түсінуге тәрбиелейтін әсер қалдырады. Балалар мультфильмді жай көреді, ал біз өскен сайын оның ішінде жасырған мағыналарды түсіне бастаймыз. Бәлкім сондықтан Том мен Джерри ешқашан ескірмейді.
әр буын өз көзқарасымен көреді, өз шындығын табады. Том мен Джерри тек күлкілі ғана емес, бұл мультфильм адам эмоциясы, ішкі уайымы, өмір мен өлім арасындағы шекара жайлы ой тудыра алатын ерекше туынды. Біз оны балаларға арналған дейміз, бірақ кейде бұл мультфильм ересектерге де көп нәрсе айтқысы келетіндей. Сен осы мультфильмде қорқыныш сәттерді байқадың ба? Қай эпизод сені таңғалдырды немесе шошытты? Мүмкін сенде байқамаған бір сұмдық кадрлар бар шығар. Келесі жолы көргенде көбірек назар аударып көр. Мүмкін сен жаңа бір құпияны ашарсың. Достар, осылайша видеомыз аяқталды. Керемет комментарий жазып, бесінбеге ұтып алыңыз. Сау болыңыз.